Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін молочный девочка, яғни сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз. Осындай тортымыз жұмсақ, үлпілдек болып, ауызда ерейтіндей болып дайындалады. Бізбен бірге жасап көріңіздер. 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне сармаймызды салып, сгущенкамызды құйып, миксермен жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды сеуіп, разрыхителімізді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Осылай қағазымызға құйып, формамызды дөңгелектеп, формаға келтіреміз. Духовкаға салып, 180 градуста 5 минуттай пісіретін боламыз. Клейімізді құйып, миксермен жақсылап араластырып, үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, араластырып, творожный сырымызды қосып, крем дайындайтын боламыз. Тортымыз жылжып кетпеу үшін мен астына крем жақтым. Осылай дөңгелектеп, формаларымызды салып, үстін тегістеп тортымыздың, корждарымызды осылай бетін креммен жағып, осылай тегістейміз. Әркім өз қалауымен әсемдесе болады. Мен осылай қалған креммен үстін әсемдеп гүл жасадым. Осылай тортымыз әдемі болып шығады. Мен жем-шетекпен әсемдедім. Әркім өз қалауымен әсемдесе болады. Тортымыз осылай әдем болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, комментарий жазып, лүпіл басып қойыңыздар.